Ассаламу алейкум қадірменді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қысқаша хабарымыз 2021 жылға арналған әлемнің ядролық державаларының тізіміндегі 10 ірі мемлекеттің ядролық әлеуетіне тоқталатын боламыз. Ресми түрде жаппай қырып жоятын қаруға ие 9 ел бар. Ол мемлекеттерді ядролық клубтың мүшелері деп атайды. Біздің бұл хабарымыз Стокгольмдегі халықаралық бейбітшілікті зерттеу институты мен Бизнес Инсайдердің мәліметтеріне негізделген. Ендеше кеттік. Қазіргі таңда қай елдердің ядролық қаруға ие екендігі ресми түрде белгілі. Ал Иран болса олардың қатарына кірмейді. Алайда ол ядролық бағдарламасы бойынша жұмысты тоқтатқан емес. Және бұл елдің өзінің ядролық қаруы бар деген қауесетте бар. Иран билігі ол қаруды өздері жасай алатындығы жөнінде мәлімдеген болатын. Бірақ идеологиялық себептер бойынша олар уранды бейбіт мақсатта қолданумен ғана шектелуде. Әзірге Иранның атомды қолдануы 2015 жылғы келісімнің нәтижесінде МАГАТЭ-нің бақылауында. Бірақ көп ұзамай КВО мәртебесі өзгеруі әбден мүмкін. 2020 жылдың 6 қаңтарынан бастап Иран ақш-қа ықтимал соққы беру үшін ядролық қару жасау мақсатында ядролық мәмілеге қатысты соңғы шектеулерден бас тартты. Корей Халық Демократиялық Республикасы 2021 жылы ядролық қаруы бар елдердің тізіміне қосылды. Солтүстік Корея атом қаруын өткен ғасырдың ортасынан бастап жасай бастады. ақш-тың Пхеньянды бомбалау жоспарларынан үрей ұшқан Ким Ир Сен КСРО мен Қытайдан көмек сұраған болатын. Ядролық қаруды дамыту 1970 жылдары басталған болатын. Және 1990 жылдардағы саяси жағдайдың жақсаруымен ол тоқтаған еді. Және нашарлаған кезде қайтадан жалғасын тапты. 2004 жылдан бастап құдіретті гүлденген бұл державада ядролық сынақтар өтті. Әрине, Корей әскерилерінің айтқанындай бұл таза, зиянсыз, бейбіт және ғарышты игеру мақсатындамыз. Солтүстік Кореяның ядролық оқтұмсықтарының нақты саны белгісіз. Бір деректер бойынша олардың саны 20-дан аспайды. Басқа деректер бойынша 61-ке жетеді екен. Израиль ешқашан өзінде ядролық қарудың бар екенін мәлімдеген емес, бірақ жоққа да шығарған емес. Израиль кезінде ядролық қаруды таратпау туралы келісімге қол қоюдан бас тартқан мемлекет. Сонымен қатар Израиль көршілеріндегі бейбіт және бейбіт емес атомды мұқият бақылауда ұстап отыр. Және қажет болған жағдайда басқа елдердің ядролық орталықтарын бомбалаудан да ұялмайды. 1981 жылғы Иракпен болған оқиға осыған куә. Қауесеттерге сенсек, Израильде 1979 жылдан бастап ядролық бомбаны жасау үшін барлық мүмкіндіктер бар. 1979 жылы оңтүстік Атлантикада ядролық жарылыстарға мықты ұқсайтын жарық оттары тіркелген болатын. Бұл сынақ үшін Израиль немесе Оңтүстік Африка Республикасы, не болмаса осы екі мемлекеттің екеуі де жауапты деп болжануда. Алғашқы ядролық сынақты 1974 жылы өткізгеніне қарамастан, Үндістан ресми түрде өткен ғасырдың соңында ғана өзінде ядролық қару бар екенін мойындады. Рас, 1998 жылы мамырда 3 ядролық құрылғыны жарып жібергеннен кейін 2 күннен соң Үндістан одан әрі ядролық сынақтардан бас тартатыны жөнінде мәлімдеді. Өзінің басты қарсыласы ядролық Үндістан мен ортақ шекарасы бар Пәкістан үшін ядролық қаруды жасау бұл заңдылық. 1974 жылғы Үндістандағы алғашқы ядролық сынақтан кейін Исламабадта бұл қаруға қол жеткізу үшін әрекет ете бастады. Және олардың бұл қаруға қол жеткізуі уақыт еншісіндегі мәселе еді. 1998 жылы Үндістан
ядролық сынақтарды өткізгеннен кейін Пакистанда жедел түрде Шағай полигонда бірнеше ядролық сынақ өткізді. Ұлыбритания өз аумағында сынақ жүргізбеген ядролық бестіктің құрамындағы жалғыз ел. Британдықтар барлық ядролық жарылыстарды Австралия мен Тынық мұхитында жасауды жөн көрді. Бірақ 1991 жылдан бастап ядролық сынақтарды тоқтату туралы шешім қабылданды. Қытай ядролық емес мемлекеттерге ядролық соққы жасамауға және оларға қауіп төндірмеуге міндеттеме алған жалғыз ел. Әрине айтқан сөздерінде тұрса егер. Ал 2011 жылдың басында Қытай өзінің ядролық қару-жарағын ең төменгі деңгейде ғана қолдайтынын мәлімдеді. Ал енді мына қызыққа қараңыз. Содан бері Қытайдың қорғаныс өнеркәсібі ядролық оқтұмсықтарды алып жүре алатын жаңа баллистикалық зымырандардың 4 түрін ойлап тапты. Сондықтан осы төменгі деңгейдің нақты сандық мөлшері туралы мәселе ашық күйінде қалып отыр. Барлығы Франция 200-ден астам ядролық қару сынақтарын өткізген. Сол кездегі Францияның отары Алжирден бастап, Француз Полинезиясының 2 атоллына дейін. Бір қызығы, Франция басқа ядролық елдердің бейбітшілік бастамаларына қатысудан үнемі бас тартады. Ол өткен ғасырдың 50 жылдарының соңында ядролық сынақтар жүргізуге мораторийге қосылмаған. 60 жылдары әскери ядролық сынақтарға тыйым салу туралы шартқа да қол қоймаған. Ал таратпау туралы шартқа 90 жылдардың басында ғана қосылған. ақш әлемдегі ең мықты қарулы күшке ие мемлекет. Сонымен бірге ядролық жарылысты жүзеге асырған алғашқы және қазіргі уақытта соғыс жағдайында ядролық қаруды қолданған бірінші және жалғыз мемлекет болып табылады. Содан бері ақш 100-ден астам түрлі модификациядағы 66,5 мың атом қаруын шығарды. ақш-тың ядролық қаруының негізін сүңгуір қайықтардағы баллистикалық зымырандар құрайды. Бір қызығы, ақш 2017 жылдың көктемінде басталған ядролық қарудан толық бас тарту туралы келіссөздерге қатысудан бас тартты. ақш-тың әскери доктринасына сәйкес, Америка өзінің қауіпсіздігінде, одақтастарының қауіпсіздігінде қамтамасыз ету үшін жеткілікті қару қалдырады делінген. Сонымен қатар, ақш таратпау туралы шарттың талаптарын орындаса, ядролық емес мемлекеттерге соққы бермеуге уәде берді. Ресейге ядролық қару-жарақтың бір бөлігі бұрынғы Кеңес одағынан мұраға қалды, және қолданыстағы ядролық оқтұмсықтар бұрынғы кеңестік республикалардың әскери базаларынан шығарылды. Ресей әскерилерінің мәлімдеуінше, ядролық қаруды қолдану, егер Ресейге қарсы жаппай қырып жоятын қару қолданылса, немесе қарапайым қару-жарақты қолдану арқылы мемлекеттің өміршеңдігіне қауіп төнген жағдайда ядролық қаруды қолданады.
1985 жылы Үндістан, Аргентина, Греция, Мексика, Танзания, Швеция елдерінің басшылары Дели декларациясын қабылдады. Ол құжат ядролық қарулану жарысын тоқтатуға, ядролық соғысты болдырмауға және аталмыш қаруларды жоюға шақырады. Кейіннен бұл декларацияға Қазақстанда қол қойды. Ғылым мен техниканың жарқын жетістіктеріне жол ашылған 20 ғасырда адамзат атом қаруы секілді алапат жойқын қаруды ойлап тапты. Әлемдік тарихтан бұл қаруды адамдарға қарсы қолданудың екі түрлі жолмен жүргізілгені белгілі. 1945 жылы ақш үкіметі Жапон жерінде жарған екі атом бомбасының сұмдығын бүкіл әлем жұртшылығы көзімен көріп білсе, Семей жеріндегі 40 жылдан астам уақытқа созылған ядролық сынақтардың адамдар мен табиғи ортаға тигізген әсері ұзақ жылдар бойы қалың елден құпия сақталып келді. Алайда 1991 жылы бұл сұмдықтың беті ашылып, аталмыш зерттеулерге соңғы нүкте қойылды. Дегенмен мамандар полигон зардаптары 21 ғасырға дейін жеткендігін тілге тиек етеді. Қадірменді көрермендер, осы видео ұнаса лайк басып осы арнаға жазылайық. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.